Здравствуйте, ребята! Урок номер 60. Чем люди занимаются на ферме? Адамдар фермада немен айналысады. Ты продолжишь учиться понимать смысл коротких текстов, отвечать на вопросы, записывать предложения в тетрадь, правильно писать сочетание жиши, чаша, чушу. Сен қысқа мәтіндердің мағынасын түсінуді, сұраққа жауап беруді, сөйлемдерді дәптерге жазуды және жиши, чаша, чушу тіркестерін дұрыс жазуды үйренуді жалғастырасың. Упражнение 1. Рассмотри картинки. Прочитай вопросы, напиши ответы. Суретке қарап, сұрақты оқып, жауабын жазамыз. Где пасутся домашние животные летом на ферме? Жазда үй жануарлары фермада қайда жайылады? Чем они питаются? Олар немен қоректенеді? Кто за ними ухаживает? Оларды кім қарайды? Придумай свои 1-2 вопроса. Өзіңнің 1-2 сұрағыңды ойлап тап. Упражнение 2. Выучи скороговорку. Жаңылтпашты жаттап ал. Ест киска суп из миски, сыта киска, пуста миска. Выучи наизусть. Жаттап ал. Упражнение 3. Прочитай. Оқимыз. Асель написала рассказ о себе, но прошел дождь и смыл несколько слов. Какие слова смыл дождь? Асель өзі туралы әңгіме жазды, бірақ жаңбыр жауып кетіп, бірнеше сөзді өшіріп тастады. Қандай сөздерді жаңбыр өшіріп тастады? На лугу пасется корова, шалғында сиыр жайылады. Она жует сочную траву. Ол шырынды шөпті шайнайды. На голове у коровы острые рога. Сиырдың басында үшкір мүйіздері бар. Но Асель совсем не боится коровы. Бірақ Асель сиырдан мүлде қорқпайды. Она собирает цветы. Ол гүлдерді жинайды. Из ромашек Асель спела венок. Түймедақтан Асель венок өрді. Спеши первое предложение в тетрадь. Дәптерге бірінші сөйлемді жазып аламыз. Упражнение 4. Рассмотри картинки, послушай рассказ фермера. Суретке қарап, фермердің әңгімесін тыңда. Ферма – это место, где выращивают уток, гусей, кур. Их кормят овсом, пшеницей, травой, дают чистую воду. На ферме есть большие сады, огороды. Там выращивают картофель, лук, капусту, морковь, свеклу, а также яблоки, груши, сливы, арбузы. Фермеры продают людям свежее молоко, сыр, свежие яйца, вкусные овощи и фрукты. Ферма бұл үйректер, қаздар және тауықтарды өсіретін жер. Оларға сұлы, тары және шөп береді. Және таза су береді. Фермада үлкен бау-бақшалар бар. Ол жерлерде картоп, жуа, орамжапырақ, сәбіз, қызылша және де алмалар, алмұрттар, өріктер, қарбыздарды өсіреді. Фермерлер адамдарға балғын сүт, ірімшік, балғын жұмыртқалар және өте дәмді жемістер мен көкөністерді сатады. Чем занимаются люди на ферме? Что и кого они выращивают? Адамдар фермада немен айналысады? Және олар кімді және нені өсіреді? Выпиши из текста именно существительные названия овощей и фруктов. Мәтіннен зат есімдерді, яғни көкөністер мен жемістердің атауын білдіретін зат есімдерді теріп жазамыз. Картофель, лук, капуста, морковь, свекла, яблоки, груши, сливы, арбузы. Картоп, жуа, орамжапырақ, сәбіз, қызылша, алмалар, алмұрттар, өріктер және қарбыздар. Эти слова отвечают на вопрос «что?». Бұл сөздер не деген сұраққа жауап береді. Эти слова являются существительным. Бұл сөздер зат есім болып табылады. Упражнение 5. Спеши текст. Мәтінді жазып аламыз. Ставь пропущенные буквы. Жіберілген әріптерді орнына қоямыз. На ферме есть пруды. Фермада тоғандар бар. В них фермеры разводят рыбу. Тоғандарда фермерлер балықтарды өсіреді. В пруду плавают разные рыбы. Тоғанда әртүрлі балықтар жүзеді. Щуки, ерши, шортандар, тікенді балықтар. Самая хищная рыба – это щука. Ең жыртқыш балық – бұл шортан.
Маленькие рыбки ловко прячутся от зубастой хищницы. Кішкентай балықтар үлкен тісті жыртқыш балықтардан тығылады. Пропущенные буквы, жіберілген әріптер. Щуки, буква И, ерши, ши, прячутся, буква У. Вспомни и назови правила написания сочетания жи, ши, чаша, чушу. Жи, ши, чаша, чушу. Тіркестерінің жазылу ережесін есіңе түсір. Жи, ши пишется с буквой И, чаша пишется с буквой А, чушу пишется с буквой У. На какой вопрос отвечают выделенные слова? Определи их время и число. Қарамен жазылған сөздер қандай сұраққа жауап береді? Олар қай шақта тұрғанын және қай түрде тұрғанын анықтаймыз. Выделенные слова: разводят, плавают, прячутся. Қарамен жазылған сөздер: өсіреді, жүзеді, тығылады. Что делают? Не істейді. Эти слова являются глаголом. Бұл сөздер етістік болып табылады. Они стоят в настоящем времени в множественном числе. Бұл сөздер осы шақта көпше түрде тұр. Упражнение 6. Однажды на ферме произошло что-то удивительное. Рассмотри картинку, догадайся, что на ней удивительного, назови словами. 6-шы жаттығу. Фермада таңғажайып бір нәрсе болды. Суретке қарап, қандай ғажайып нәрсенің болғанын анықтаңыз. Назови словами, сөздермен ата. Урок окончен. До свидания.